Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге қашықтықтан білім берудің болашағы қандай деген сұраққа ой өрбіткім келіп отыр. Әлем күн сайын жаңаруда. Күн сайын түрлі жаңалықтар ашылуда. Күн сайын жаңа жобалар іске асырылуда. Күн сайын бұл өмірдің бізге дайындаған сыйы артуда. Сондықтан әр күнге жаңаша көзқараспен қарауға дайын болуымызға тура келеді. Ал біз үшін ең үлкен өзгеріс мектептердің қашықтықтан оқыту форматына көшуі. Әрине, бұл оқушылар тұрмақ мұғалімдер мен ата-аналар үшін де қиындық тудырды. Мұғалімдерді қарусыз майданға аттандырғандай болды. Артымызда жас ұрпақ, шегінерге жол жоқ деп, әркім өзінше тырысып, тығырықтан шығудың амалын жасады. Көкейде сансыз сауалдар: қашықтықтан қалай оқытамын, қалай баламен байланыс жасаймын, қандай құралдарды пайдаланамын деген қорқыныш пен үрей тұрды. Кез келген қорқыныш сені ояту үшін, өмірді түсіну үшін, өсу үшін беріледі. Әрбір іштегі қорқынышты жеңген сайын жетістікке жақындай түсесің. Дегенмен, іштегі қорқыныш пен үрей сенімсіздікке қарамастан алға қарай қадам жасау маңызды еді. Қорқынышпен бетпе-бет келгенде сен өз өсуіңе бір қадам жасайсың. Сонымен, қашықтықтан оқыту мың сан сынға қарамай шындыққа айналды. Қазіргі таңда бұл ең маңызды методика екенін ұғынатын уақыт жетті. Себебі әлемде қашықтықтан білім алу тенденциясы басталғалы қашан. Дәл қазір баяғыдай тәпіштеп түсіндіріп жататын мұғалімнің дәурені өткен сияқты. Мұғалімдерге қара тақта мен ақбор арман болып қалды. Иә, пандемия көп нәрсеге көз жеткізді. Оның ішінде білім саласында қашықтықтан оқытуға қаншалықты дайынбыз. Бірақ ашуланып, ренжіп, қайғырып отыруға да уақыт жоқ. Дегенмен айту керек, өз ісінің шеберлерінің екінші тынысы ашылды. Білікті ғана емес, дәл жанында отырмаса да оқушыны еліктіре алатын, еліктіру сырларын білетін, баланың көзін көрмесе де олардың көкірек көзін ұйықтатпайтын ұстаздардың жарқырай көрінетін сәті туды. Әркім қолда барын ұсынады деп, немқұрайлыққа салынып отырсақ, алдымызда отырған бейкүнә шәкірттердің тағдырына қиянат жасаған болар едік. Қазақтың ханы Абылайдың "Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенер заманда қапы қалып жүрмелік" деген сөзін ту етіп, елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан оқытуды бастап кеттік. Жаңбырдан кейін қаптап кеткен саңырауқұлақтар сияқты алдымызда қаптаған білім платформалары, бағдарламалар, қосымшалар, интернет ресурстары көз алдымызда тізбектелуде. Тағы да сансыз сауалдар: қалай қолданамын, неден бастаймын, қай ресурс мен үшін тиімді? Өмірде өзіне не қажет екенін білетіндер ғана жетістікке жетеді. Ал таба алмаса, оны өзі жасайды. Әрбір білім беру платформаларын қолдануды үйреніп, соның көмегімен күнделікті сабағыңды зерделеп, сол арқылы байланыс орнатып, қосымшаларды пайдаланып көрген сайын жас балаша мәз болып, өз қажеттілігіңді қанағаттандырасың. Иә, 21 ғасыр ақпараттық сандық ғасыр. Бұл ғасырда қашықтықтан оқыту ұстаздардың уақыттан оза шауып, дағдыларын кеңейтуге, тәжірибе алмасу арқылы онлайн коммуникацияларын дамытуға, оқушылармен қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеруге, жаңа байланыстарға ие болуға жаңа серпін, санаға жаңа сілкініс әкелді. Әлемдегі танымал онлайн мұғалім Салманхан сияқты болу міндет емес. Алайда, болмасаң да ұқсап бақ деп Абай айтқандай, түрлі платформаларды меңгеріп, қандай әдіс-тәсіл бар, зерттеп, ақырындап пайдаланып көрсе, жүректі үлпілдетер нәтиже шығары хақ. Мұның екінші қыры, қазір виртуалды мұғалімдер жақсы табыс табады. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі балаларға мұғалім болу біздің уақытта қиял емес. Мақсат қандай? Алған мәлімет пен ақпаратты синтездей алатын, ғылыми дисциплиналардың байланысын түсінетін тәлім беру. Иә, ең басты мақсат осы шығар. Бұл қашықтықтан оқыту ғана емес, жалпы білім берудің постулаты. Қазір тіпті өткір. Себебі механикалық түрде қайталау бұл өткен шақ. Оның берері жоқ екенін бәріміз білеміз. Білім беру жүйесі бұрынғыдай болмайды, ал қашықтықтан оқыту қазіргідей болмауы тиіс. Оған карантинсіз де қажеттілік туындайтыны айтпаса да белгілі.
Сонымен қашықтықтан оқытуды қалай жоспарлауға болады? Барлық жұмыстарды бірден жүзеге асыруға тырыспаңыз. Қашықтықтан оқыту кезінде қандай мақсаттарға қол жеткізуге болатынын мұқият ойластырыңыз. Қашықтықтан оқытудың ең қарапайым құралдарын таңдап алыңыз. Солармен жұмыс істеуді бастаңыз. Бірден көптеген құралдарды қолдануға тырыспаңыз. Қашықтықтан оқыту кезінде сіздің оқу сценарийіңіз неғұрлым қарапайым, түсінікті, шынайы болса, оларды ойдағыдай жүзеге асыру, қажетті нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігі соғұрлым көп болады. Оқушылардың жас ерекшелігін ескеріңіз және онлайн сабақты жоспарлау барысында сабақ мақсаттарына сай тапсырмаларды әзірлеп, немесе бірнеше саралау тәсілін таңдаңыз. Оқушыларға тапсырмаларды бейнематериал, презентация, тест жұмысы және аудио жазбалар түрінде оқытуды ұйымдастырған жөн. Американдық ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, қашықтықтан оқыту нәтижелері дәстүрлі білім беру нәтижелерінен кем түспейді, тіпті одан да жоғары дейді. Қашықтықтан білім алушы оқу материалдарының көпшілігін өз бетінше оқиды. Бұл тақырыптарды есте сақтаумен түсінуді жақсартады екен. Ал білімді практикада, жұмыста бірден қолдана білу олардың білімдерін бекітеді. Сонымен қатар, оқу үрдісінде жаңа технологияларды қолдану оны қызықты етеді екен. Адамның шығармашылық потенциалын дамыту үшін өте қолайлы дейді. Нағыз өзгеру ескі нәрселерді басқаша көруден тұрады. Бір ғұлама өзеннің қасында отырып, күннің ыстығына шыдай алмай, су ішкісі келген итті көреді. Бір қызығы, ит судың қасына келіп, су ішейін деп жатып, ішпей судан қаша жөнеледі. Осылай 3-4 рет қайталаған соң, ғұлама иттің судағы өзінің бейнесінен қорқып, су ішпей қашқанын түсінеді. Ақырында шөліне қарсы тұра алмаған ит өзенге жүгіріп барып түседі де, судағы бейнесін көрмеген соң, шөлін қандырып, су ішеді. Осы орайда ғұлама, иттің осындай әрекетінен түсінгенім, бір адамның армандары арман болып қалуының басты себебі адамның ішкі қорқыныштары. Егер ішіміздегі қорқыныштарды жеңе білсек, қалаған мақсатымызға жете аламыз. Тағы ойланып, үйренген нәрсенің бұдан басқа екенін көреді. Үйренгені бір ғұламаның да бір иттен үйренері бар екен. Білгеніңізбен бөліссеңіз, басқа адамдардың да үйренері бар шығар. Үйретуге де, үйренуге де ашық болыңыз. Өйткені әр адамның бір білгені мен айтатын сөзі міндетті түрде бар. Сондықтан үйретуге де, үйренуге де ашық болыңыздар.